Саламатсыздар ма? 2025 жылы кезекке тұру үшін осылай кез келген браузерге өркен отбасы банк KZK деп жазамыз. Сосын осы сайтқа кіреміз. Подать заявкуды басып, кімді үй кезегіне тұрғызайын деп жатырсыз, сол адамның ECP ключін жіберетін боласыз парольмен бірге. Осылай паролін жібереміз. Жеке кабинетке кіреміз. Мына жерде подать заявление от себя деп тұрады. Соны басасыз. Мына жерде қандай категорияға жатасыз. Егер де осы категориялар бар болса, бір категорияңызды таңдайсыз. Ал категория болмаса, не определено басып, продолжить басамыз. Заявление на постановку на учет. Подписать ECP. Мына жерде осылай заявление шығады. Да, я ознакомленді басып, төмен жақ көрмей қалып тұр. ECP-мен тағы да қол қоямыз. Заявлениені міндетті түрде бір оқып шығыңыздар. Мына жерде қол қойылды, подписано деп тұрды. Енді согласие на сбор и обработку данныхты подписать етеміз тоже. Осылай төмен қарай оқып шығыңыз. Да, я ознакомлена, подписать. Тоже ECP ключпен подписать етесіздер. Екеуі де подписано деп шықты. Отправить. Мына жерде в настоящий момент осуществляется получение данных из государственных информационных систем. Этот процесс может занять некоторое время. Осылай запрос жібереміз. Соңында осылай, пожалуйста, ожидайте деп тұр ғой. Сабырлықпен күтеміз. Мыналардың барлығы успешно деп шығу керек. Мына ожидание дегендер. Обновить, жаңарту дегенді қайта басып осылай күтеміз. Ол бірнеше минутқа, немесе бірнеше сағатқа созылып кетуі мүмкін. Күтеміз осылай. Қайта обновить етіп бақылап отырамыз. Мына жердегі 6 строканың барлығы толу керек. Қазір запрос данных жүріп жатыр. Запрос данных болған кезде барлығы келесі шаг шығады. Мына жерде галочка шығады да. Міне бізде бірнеше минуттан кейін барлық строкалар толды. Галочка болып тұр барлық 6 строкада да. Барлығы успешно выполнено болды. Енді мына жерде соңында жауабы тұрады. Біздің случайда отказано деп тұр. Не үшін отказано екені значит жазылып тұрады. Скачать деп басып, сол документті ашамыз. Уведомление келіп тұрады. Не үшін отказ келгені жазылып тұрады мына жерде. Біздің случайда бұл кісінің атында үй бар екен, сол үшін отказ келіп тұр. Қай адресте үйі бар екен, барлығы жазылып тұратын болады. Ал егерде одобрено келсе, мына жерде отказаның орнына одобрено деп шығып тұрады, болды. Отказ алсаңыз, одобрено алсаңыз, дәл осылай заявка тастап, дәл осындай болады. Пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз. Және де қандай видео түсірейін келесіде, соны комментарийға жаза кетіңіз. Міндетті түрде түсіретін боламын.